Басты рөлді голливудтық жұлдыз Джонни Депп сомдаған «Жалғыз рейнджер» фильмі 4 шілдеден бастап кинотеатрлардан көрсетіле бастайды. Осыған орай фильмнің түсіру тобы Мәскеу қаласына арнайы кеп премьераға қатысты. Disney студиясы түсірген бұл фильм болашақ қауымдастығының қолдауымен қазақ тіліне де аударылған. Ал оның Қазақстандағы басты ақпараттық демеушісі ұлттық арна. «Жалғыз рейнджердің» тұсаукесеріне қатысып, голливудтық жұлдыздардан сұхбат алып қайтқан Мәскеудегі меншікті тілшіміз Нұртас Сұлтанұлының бейнематериалы. Үндістер мен ақтардың арпалысы, шатқалдарда шарлаған ковбойлар. Бұл Голливудта жиі түсірілетін тақырып. Әйтсе де режиссер Гор Вербинский «Рейнджер» фильмінде бұл сюжетті өзгеше көрсетуге тырысқан. Басты кейіпкерлер әділдік үшін күресетін үндіс Тонто мен рейнджер Джон. Оларды голливудтық жұлдыз Джонни Депп пен жас актер Арми Хаммер сомдаған. Мен өз рөлімді сомдау арқылы Американың байырғы тұрғындары үндістерге деген құрметімді көрсеткім келді. Себебі Христофор Колумб Американы ашып, оны мекендейтін халыққа үндістер деп ат қойғанша, олар өз-өзімен тіршілік кешіп жатқан бірнеше ғасырлық бай тарихы бар халық еді. Біз үндістерді бұған дейін түсірілген басқа фильмдерден ерекше қылып көрсетуге тырыстық. Фильмнің Мәскеудегі премьерасына түсіру тобы толықтай келді. Ұлттық арнаға жеке сұхбат берген Голливуд жұлдыздары елімізге сәлем жолдап, халқымызды келе жатқан Астана күнімен құттықтады. Бүкіл Қазақстан халқын алдағы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстанда да біздің фильмнің көрсетілетініне мен өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Салам Астана. «Жалғыз рейнджер» 4 шілдеде көрерменге жол тартады. Фильмді болашақ қауымдастығы қазақшаға аударған, яғни еліміздегі кинотеатрлар фильмді қазақ тілінде де көрсетеді. Содан соң туындыны ұлттық арна көрермендер де тамашалай алады. Нұртас Сұлтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеу.